Баршаңызға сәлем. Бүгін осылай үлгі арқылы квадрат тоқитын боламыз. Негізі осындай үлгімен тоқысаңыздар, анағұрлым оңайырақ болады. Тоқымамызды бастаймыз. Әдеттегідей шеңбер жасап аламыз. Үш ілмегімізді іліп аламыз. Осылай бір ілмекпен бағандар жасаймыз, бірақ басын біріктірмейміз. Осылай 4 ілмек жасап аламыз, 4 баған жасап аламыз. Сосын басын біріктіреміз. Бізге осындай 8 баған қажет болады. Негізі осындай үлгілерге қарап тоқысаңыздар, тоқыманы тез үйренесіздер. Және де оңайырақ болады. Міне осылайша 8 бағанымыз жасап алдық. Енді жібімізді түйіндейміз. Енді екінші қатарымызды бастаймыз. 3 ілмек іліп аламыз. Бұл жолы бізге 16 баған қажет болады. Сол үшін бір бағанды төбесінен, бағанымыздың төбесінен бір баған және жанындағы ілмегімізден тағы бір баған жасаймыз. Солайша бізге 16 баған қажет болады. Көріп тұрғандарыңыздай, бірінші бағанымыз міне, екінші бағанымызды міне жасап жатырмыз. Осылай үлгіменен сәйкестіріп жасасаңыздар, тоқымаларыңыз оңай болады. Екінші қатарымызды да тоқып болдық. Енді жібімізді түйіндейміз. Үшінші қатарымызды басқа өңмен тоқимыз. Осылай жібімізді жалғап аламыз. Бір ілмек ілеміз. Бұл бізге ұзындыққа, биіктікке кетеді. Осылайша 2 ілмек жасаймыз. Және бір орам жасаймыз.
бірақ баған жасамаймыз. Бірден осылай үшеуінен бірден өткіземіз. Үш ілмектен бірден өткіземіз. Енді екіншісінде баған жасаймыз. Осылай 3 баған жасаймыз. Енді екі ілмек ілеміз. Бұл бізде бұрыш, квадратымыздың бұрышы болады. Тағы да 3 баған жасаймыз бір ілмекпен. Міне біздің бұрышымыз дайын болды осылай. Енді бір ораммен, бірақ баған жасамаймыз. Осылай жалғастыра береміз тоқымамызды. Осылайша біз төрт бұрышын жасап аламыз. Үшінші қатарымызда да жүріп болдық. Жүзімізді түйіндеп аламыз. Бір ілмек ілеміз. Бұл бізге биіктікке керек болады. Енді осылайша бір ілмекпен тоқымамыздың шетін айналдырып шығамыз. Бір бетінде 15 ілмек жасаймыз. Бұрышынан 2 ілмек жасаймыз. Осылай 2 ілмек іліп аламыз. Енді келесі бетін жасаймыз. 2, 1, 2. Осылайша бұл тоқымамызды айналып шығатын боламыз. Сіздерге түсінікті болсын деп, ұзақ болса да барлық бір бетін полностью тоқып шығуды жөн көрдім. Міне осылай шығады тоқымамыз.
тоқымамыз дайын міне. Үлгіміз мында. Және тоққан түріміз осы. Негізі мен бұдан столик, коврик жасаймын. Маған бұдан да көп керек. Сіздерге осыны ғана көрсеттім. Сіздер бұдан өздеріңіз қалаған дүниелеріңізді жасауларыңызға болады. Назарларыңызға рахмет. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіздер.